Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен үздіктер жобасы таныстырып өтпекшімін. Жалпы қазақта бір жақсы сөз бар: құлақ көрсең көзін аш демекші. Сол бойынша мен осы өзімнің жеке бір тұлғалық үздіктер жобасы деп аталатын менторлық проектімді бастағалы жатырмын. Бұл жобаның мақсаты не? Бұл қазақ мектептерінің 6-11 сынып оқушыларына арналған информатика пәні бойынша көмек ретінде менторлық ақысыз интернет жоба. Бұл деген сөз, мен негізгі бағыт ол информатика пәні бойынша, және соның ішінде программалау, өйткені олимпиада негізінде жүріп отырады, бірақ кейін келе мен жалпы алғанда IT қызығушылығы бар қазақ жастарының басын қосып, келешекте елге пайдалы әлеуметтік ғылыми жобаларды дүниеге әкелу. Яғни ғылыми жоба ретінде мүмкін ол оқушылардың өзінің ғылыми жобасы ретінде жүруі мүмкін мектептерде, ғылыми үлкен проекттерде, немесе жалпы социальный проекттер, яғни әлеуметтік жобаларды жалпы пайда ақысыз тегін жүзеге асыру. Осы негізгі ұстаным жобаның мақсаты. Енді жалпы жобаның берер көмегі қандай? Ол бірінші нәрсе, ол программалау, Python, яғни программа қабілеттілігін жетілдіру. Бұл жерде менің негізгі мақсатым Python тілі, себебі қазіргі 6 сыныптан бастап Python тілі барлық мектептерде енгізілген. Сол үшін Python тілінде негізінде программалау қабілеттілігін жетілдіру, арттыру, яғни кемшіліктер тұстарын жетілдіріп отыру. Одан кейін олимпиадалық есептерді талқылап шығару жолдарын көрсетіп отыру. Бұл деген сөз, бізде негізгі мақсат Python болғандықтан, осы Pythonның программалау тілін қолдана отырып, жалпы түрлі олимпиада есептерге, жарыстарға қатысып, бұл жерде сол есептердің шығару жолдарын көрсетіп отыру. Бұдан келе, яғни бізде алдағы олимпиадалар, бұл бізде пәндік олимпиадалар болуы мүмкін, немесе басқа да олимпиадалар болуы мүмкін, немесе кәдімгі университет деңгейіндегі олимпиадалар болсын, жалпы соларға қатысып, мүмкіндігінше үздік болу, яғни оқушылардың өзінің үздіктерін көрсету. Бұл енді бізде үшінші көмек ретінде болсын. Төртінші, енді қараңыздар, мына төртінші бұл қандай көмек дейтін болсаңыздар, міне алған білімдерін өз ортасымен бөлісу, өз шәкірттерін дайындау. Бұл шыны керек көмектен қарағанда бұл оқушының өзінің қабілеттілігі. Негізі бізде оқушылар көбі тұйық болуы мүмкін. Бұл жерде мына өзінің егер білетін нәрсеңізді басқамен бөліссеңіздер, сіз өз біліміңіз ешқашанда кем түспейді, ол керісінше арта түседі. Сіздің қабілеттілігіңіз неде? Түсіндіре алуыңыз. Егер сіз басқа біреуді түсіндіре алсаңыз, және ол жақсы түсінсе, онда ол сіз өз сол тақырыпты жақсы меңгергендігіңіз деп білемін. Тіпті бұл осы мен қағиданы мен өзімнің докторлық адвайзерім деп айтайын, яғни докторлық адвайзерім маған айтады: егер сен өзіңнің темаңды, тақырыбыңды 6 жасар балаға түсіндіре алсаң, және ол бала соны меңгеріп, түсіндіріп саған қайтып жеткізсе, онда сен өз тақырыбың жақсы түсінгендігін. Сол секілді кез келген тақырыпты солай айтуға болады. Мысалы, сен программалау болсын, немесе басқа болсын, жалпы айтқан кезде сен өзінің ортамен бөлісіп, және сол жерде саған да қызық болуы мүмкін, сенің меңгергенің басқа адамға үйретіп, ол адам сен сияқты немесе сенен озып түсетіндей болса, онда сен нағыз мықты ұстаздығын көрсет. Әрине, оқушылардан қандай ұстаз деп болу, бірақ бұл жерде ұстаз деген нәрсе ол біреуге үйрету. Ол мұғалім және ұстаздық екі түрлі. Ұстаздық ету ол мейлі 6 жасар, 7 жасарда бала ұстаздық ете алады, егер ол басқа бір адамға үйрете алатын болса. Міне осы. Ал мұғалім ол көп жағдайда мектеп деңгейіндегі ұстаздарды айтып отырады. Себебі оларға кішігірім жас өспірімдерге үйрету. Міне осы төртінші нәрсе. Ал бесінші нәрсе, жалпы енді бізде оқушылар болғандықтан, ол IT саласы, енді мен ойлаймын, жалпы осы проектке жобаға қатысатындар, ол компьютер IT саласына қызығушылығы барлар. Сол үшін осы саланы арта түседі деп. Университетке келген кезде осы жердегі, мысалы, ол IT ол бір ғана сала емес, IT-дің ішінде көптеген сала бар, бірақ негізгі нәрсе, барлығына келетін нәрсе, ол компьютерге жалпы программалау болсын, жалпы олардың бір алдарынан кездеседі. Осылардың барысында, осы проект жобасында өзінің орын таба алу. Егер мысалы айтайық, ол статистика немесе деректер бір жерде жаттау болатын болса, онда мүмкін оған data science деген жаңа бір сала бар.
немесе ол бір проекттер, электроника не сол сияқты онау робототехникаға кетуі мүмкін, немесе сол сияқты программалау, бір қандай бір жоба істеу, яғни бір проектті меңгеріп оны басқару болса, ол проект менеджер болуы мүмкін, немесе кәдімгі бір нәрсені қолдан көрсету болса, онда девелопер сияқты бір түрлі IT саланың табуға көмек көрсете аламыз. Енді қатысушыларға талаптар, негізгі талаптар, ол бірінші талап өз еркімен қатысуға ниетті болу. Әрине бұл жоба барлығы көп жағдайда енді ұстаздарға, ата-аналарға таралып кеткендіктен, оны ата-аналар болсын, мектеп ұстаздары болсын, жалпы оқушыға түсіндіре алу. Шын мәнінде оған мысалы күштеп қатыстыру емес, әрине бұл мысалы егер сіздер олимпиададан жүлделі орын алып жатсаңыздар, әрине ол бірінші бұрын ата-анаңызға және мектеп мұғалімдерге ол абырой. Сол үшін ол мектеп сол нәрсені ұстанып, өздерінің шәкірттерін, өздерін дайындау орнына мысалы осы жобаға қатыстырып дайындауы мүмкін. Бірақ ол ұстаздардың ұстанымы болуы мүмкін. Бірақ негізгі мақсат өз еркімен қатысу болу керек. Себебі бұл өз еркі дегенде мен өзіме шәкірт дайындау үшін, мен ол жақсы шәкірт дайындау үшін, мен оған көп жағдайда талабым, сұранысым өте жоғары болуы мүмкін. Мысалы, мен айтайын, бір аптаға мысалы 10-15 есепті шығарып түсіндіре алу. Өйткені мен кез келген сол 10-15 есептің біреуін сұрасам, ол ойланбастан бірден шығара алу. Осы сияқты. Егер де өз еркісі, қызығушылығы бар адам болатын болса, ол яғни беймарал шығарып бере алады. Екінші нәрсе информатика. Міндетті түрде информатика, IT не компьютер саласына қызығушылығы болуы. Мысалы, егер қарап отырсаңыздар, кейбіреулер 6-7 сынып оқушылар болса, ол компьютердің информатика қызықпауы мүмкін, бірақ компьютердің өзіне қызығы мүмкін. Мысалы, ол операциялық жүйені өзі орнатуы мүмкін, немесе екі компьютерді бір-біріне байланыстыру мүмкін. Сол сияқты нәрсе, немесе өз еркімен боттар жасау, Telegram бот дегенде, немесе кәдімгі веб-страницалар, HTML білу арқылы өзі веб-страницалар білу. Оның маңыздылығы жалпы информатика деп айтайын, бірақ негізі IT болуы мүмкін, компьютер болуы мүмкін, жалпы өзінің қызығушылығы болу керек. Және Python программалау тілінің базасы болу. Бұл деген сөз жоқ дегенде мен нөлден бастап үйретпеймін. Жалпы мен үйретпеймін негізі бұл жерде. Мен тек қана бағыт бағдар беріп отырамын. Сол үшін ойламаңыздар, мен Pythonды нөлден бастап үйретеді. Жоқ, онда емес, сіздерде өздеріңізде қызығушылық Pythonның базасы болу. Ол Pythonның базасы болды деген сөз, сіздер кез келген жеңіл олимпиадалық есептерді шығара алу, яғни А және Б берілетін болса, сіз оның нәтижесін алу, немесе осылардың ішінде максимал, минимал, яғни кішігірім жеңіл есептерді шығара алу керек сіздер. Оны мүмкіндігінше программалау тілі Python болу керек. Және тағы бір талап, ол күніне 1-2 сағат уақытты таба алу. Енді бұл 1-2 сағат деп жалпылама айтып жатырмын. Себебі бұл мен алдағы уақытта бір тапсырмалар берген кезде, сіздер ол бір ғана есеп шығарған кезде мүмкін сіздер 5 минутта шығарып үлгересіз. Ал біреулеріңіз оның нәтижесін алу үшін бір есептің өзі 1-2 сағаттың өзінде жеткіліксіз болып қалуы мүмкін. Сол үшін мен жалпы алғанда күніне 1-2 сағатпен өздеріңіз үшін жұмыс істеп отырмын. Және негізгі талап 6-11 сынып қазақ тілді мектеп оқушылары. Бұл деген сөз, мен тек қана сабақты жүргізсем, менторлық жүргізсем, қазақ тілде жүргіземін. 6-11 сынып деп жатқаным, бұл осы 6 сыныптан бастап программалау тілі Python енгізіле бастады. 3-ші тоқсаннан бастап, 3-ші, 4-ші тоқсанда программалау тілі жүріп отырады. Енді қалай қатысуға болады? Бірінші мен өзім сұрадым, өзін таныстыратын 3-4 минуттан аспайтын бейнеролик. 3-4 немесе 5, жарай 5 болса да ол маңызды емес. Бұл жерде енді қараңыздар, бұл таныстырулар үздік білім әлеуметтік желілерге жүктеледі. Ол Instagram болсын, YouTube болсын, немесе Telegram болсын, жалпы сол жерге таныстырылып, басқалармен көпшілікпен таныстырылады. Одан неге? Сіздер осындай ауыртпалық сіздерді көргеннен кейін, сіздер ақыры қатысуға ниетті болғаннан кейін, сіздер өздеріңіз үшін емес, сіздер мысалы барлығы сізді көріп отырады. Сіздің прогресстеріңіз, сіздің үрдістеріңіз. Бұл өздеріңізге де бір мотивация ретінде болады. Сіз істеп жатқаныңызды ол жай ғана өзіңіз емес, ол басқалар да көріп отқан екен, сіздің бір өздеріңізде жауапкершілік болуы мүмкін. Сол үшін сол жауапкершілікті қаншалықты алып меңгере аласыз. Енді таныстыру видеода не болу керек?
әрине таныстыру бойынша аты жөніңіз, туған жеріңіз, енді туған жер болғанда қай жердесіз, туған жері, ауылыңыз, қала, аудан, мектебіңіз, сыныбыңыз және отбасы жағдайы. Мүмкін сіз көп балалы немесе енді әрине көп балалы енді жалпы сол жағы жалпы отбасыңыз жағдайы. Ауылды жерден болуы мүмкін сіз мысалы. Және осы жағдайда кішігірім бір-екі сөзбен айтып өтсеңіздер. Үш жақсы, үш жаман жағы және шындыққа жанасу керек, кейін өтірік шығып қалса ұят болып қалар. Бұл дегенім, жақсы жағы дегені не үшін? Себебі енді қазір бәрін өзінің мақтаған, бәрі ұнатады ғой, бірақ бұл жерде ол шындыққа жанасу керек дегені, мысалы мен бүйтіп аламын дегенім, мысалы мен математиканы жақсы көремін, бірақ шын мәнінде есептер кейбір математикаға барғанда элементар нәрсе білмей қалды, тағы ұят болып қалуы мүмкін. Жаман жағы ол қалай, яғни мысалы мен еріншекпін, жалқаумын, бірақ ол еріншек жалқаулықты соның өзін жаман жақты жақсы жаққа айналдыруға болады. Осы нәрсені мен әдейі бір сұрастырып жатырмын, үш жақсы жақ, үш жаман жағы. Ол мысалы сіз өздеріңіз білмесеңіздер, ата-аналарыңызға айтып сұрап көріңіз, немесе ұстаздарыңыздан сұрап көріңіз, немесе достарыңыз, жалпы өзіңізді, негізі менің ойымша өздеріңізді өзіңіз ғана жақсы біле аласыздар деп ойлаймын. Үшінші нәрсе, бұл неге жобаға қатысқыңыз келіп жатқаны, яғни міндетті түрде өз еркіңіз болу керек. Енді қазір сіздер мен өзім қатысқым келіп жатыр, бірақ сіздер және бұл жерге мұғалімдер немесе ата-аналар көріп жатса, ол баланы қинамаңыздар, өйткені ол өзі қызығушылығы болмаса, ол бәрібір тастап кетеді. Сіздер мысалы оны IT саласына қызығушылығын міндеттеп жасаңыздар, бірақ ол шын мәнінде мысалы сурет салу немесе басқа нәрсе болатын болса, әрине IT саласында сурет салудың анимация түрлері бар, бірақ енді мысалы медицина деп айтайық, енді бірақ медицинаның оның ішінде адам бір құрылысына болса, ол IT-мен байланыстыруға, бірақ негізгі сол саламен кетіп қалуы мүмкін. Сол үшін өз қызығушылығы болу керек. Және қатысқан кезде не үшін қатысқысы келіп жатқан, және жалпы жобада не күтіп жатыр. Енді төртінші нәрсе, бұл жалпы алғанда алға қойған арманы болсын, мейлі ол 3 жылға болсын, 1 жылға болсын, 5 жылға, жалпы 10 жылға болсын, әрине бір жобаның, мысалы мен мысалы бір водитель болғым келеді, мен космонавт болғым келеді, бірақ сол космонавт болған не үшін? Мысалы мен космонавт болғым келеді, себебі мен неге космосқа қызығамын, сол үшін жоламын деген сияқты. Бұл мен бұндай нәрселерді сұрастырып жатқаным, осы видео роликтің мақсатында кейін 1 жылдың көлемінде сіздермен жеке-жеке танысып көргеннен кейін, осы мүмкін менің өзім жеке бір мотивациялық жалпы менің мақсатым сіздерге бір өз орнын табу болатын болса, мысалы сен медицинада қызығатын болсаң, онда сен мүмкін IT саласы және медицинаны байланыстыра, биоинформатика деген саланы қамтып, ол жерде мынандай нәрсе бар деп кішігірім бағыт-бағдар беру мүмкін. Сол үшін осы нәрсе сіздерден сұрап жатырмын. Енді жоба жоспары, жалпы жоба жоспары өзімнің ойым, жалпы 1 мамырдан бастаймыз. Енді 1 мамырдан бастасақ та, бұл ол 1 мамырдан осы видеороликтер, яғни таныстыруды жіберген адамдарға көпшілікпен бөлсем, солар жобада деп есептеймін. Және жобаларды, осы жоба төңірегінде, егер сіз менің осы үздік білім арнасын қарап отырсаңыздар, мен осы алдағы қаңтар ақпанда 2 айлық курсты жүргізген, ол жерде 20 сабақ болған еді. Яғни олимпиада 0-ден бастап. Сол үшін мен айттым, программалау тілі болу керек, және ол түсіну керек. Мына жерде олимпиада 0-ден бастауды ол бірден орта деңгейлі есептерден бастап кетеді. Егер де сізде 0-дік деңгей болып жатса, онда ол сіздер қиналып қаласыз. Яғни программалау тілі 0-дікте болып қалса, сіз print input деген нәрсені білмесеңіздер, әрине меніңше ол тез меңгеріп ала аласыз деп ойлаймын, егер қызығушылық бар болса. Бұл орта деңгейліктерден бастап. Орта болғанда енді салыстырмалы түрде жеңіл және орта деп айтайық. Өйткені бұл олимпиаданың аудандық, ауылдық, мектепішілік деңгейі деп айта берейік. Бұл жерде 2 айлық курста 20 сабақ болған еді. Енді осыны әрбір апта сайын 2-3 сабаққа 30 қатысушыларға доступ беріп отырамын, және бір апта соңында солармен осы 2 сабақтың көлемінде сол жерде есептерді мысалы қарап отыратын боламын. Яғни бұл жерде қатысушылардың міндеті осы 2-3 сабақ доступ берілген сабақтарға видеоларын қарап, сол жерде талдалған есептерді қарап, соларды түсініп шығару. Кейін, егер сұрақтары бар болса, әрбір апта соңында мүмкін жексенбі не сенбі бола ма, солармен жалпы жинап,
көп Zoom арқылы жинап, солармен сөйлесіп, бас қосып, сұрақтарды талқылап отырып. Мен былай шығардым дұрыс па деген сияқты қылып, сондай талқылап отыр. Немесе, мысалы, мен былай істегенім, ол дұрыс болмады, қате болды, бірақ былай істегенім былай дейді. Яғни бұл жерде талқылап отыру. Міне, әр апта сайын қатысумен кездесіп, пікір алмасу, сұрақ жауап. Кейін енді қараңыздар, мынау енді негізгі нәрсе. Жалпы осы 20 сабақта біз осы курста 180 есепті талқылап, қарап шығарған болатынбыз. Енді аталған 20 сабақтың кем дегенде 150 есебін шығарғандар ғана іріктеледі деп ойлаймын. Себебі мына жерде негізі біріншіден ол сабақтар кем дегенде 1-2 сағаттық сабақтар. Аптасына 1-2 сабақ көру керек, оны отырып шығару керек, түсіну керек міндетті түрде. Себебі ол түсінген кезде мен мынау аталған 20 сабақтың 150 есеп шығарғандар ол бір бөлек, кейін мен жеке-жеке сұрастырып, мысалы сен мына есепті қалай шығарар едің дегенде, олар осы 150 есептің шығарғаннан кейін ол өздері түсіндіре алу керек. Яғни осы жерде 150 есепті шығарған ол бір бөлек, және олардың іріктелініп алынады. Яғни бұл жерде мысалы мейлі 100 адам, 200 адам қатысуға ниетті болсын, бірақ егер де оның барлығы 150 есептің барлығы шығармауы мүмкін, өйткені қарауы мүмкін, немесе қызығушылығы болмауы мүмкін. Яғни өздері былай сүзгіден өткендегі іріктеліп қалады. Жалпы бұл жерде бір нәрсе бар. Мен енді бұлардың көпшілікпен бөлістім ғой. Жалпы осы біздегі міне үздіктермен көпшілігімен бөліскенден кейін мен осы үздіктер жобасындағы рейтинг, S&P сайтында рейтингс болады. Ол үздіктер деп аталатын рейтинг болады. Сол жерде үздіктер деген басқан кезде сол үздіктер жобасына қатысқан оқушылардың тізімі шығатын болады. Сол жерде кез келген адам өзін көріп бақылай алатын болады. Бұл жақсы. Және енді қорытындылай келе мен не айтамын? Бұл жоба менторлық жоба. Бұл деген сөз менторлық жоба болған. Негізгі бағыт, мақсат қатысушыларға бағыт-бағдар беру. Сен мынаны көр, мынаны істе. Яғни мен енді үйрету дегенде сіздер мен нөлден бастап мынау былай болады деп үйретпеймін. Ол өздеріңіз іздену керексіздер. Яғни негізгі талап өздері ізденіп жаттығу. Мен тек бағыт-бағдар беріп отырмын. Енді қараңыздар, осы 20 сабақты түсініп, кейін 150-180 есепті шығарып болам дегенше өзі, яғни бұл жерде қорытындылар ретінде, яғни тек қана санаулылар ғана қалады. Осы санаулылар іріктелген деп айтамын. Осы іріктелген оқушылармен ғана негізгі жұмыс басталады. Себебі бұл осы 20 сабақ ол өздері жаттығу керек, ол жерде жұмыс істеу керек, ол жерде есепті түсіну керек, шығару керек. Кейін келе осы іріктелген мысалы мейлі егер іріктелгендердің барлығы өтсе де, солардың барлығымен де жұмыс істеймін. Бұл не деген сөз? Мысалы, бастапқыда бір 30 адам болатын болса, 30 адамның барлығы жұмыс істейтін болса, барлығы іріктеліп шығатын болса, олардың барлығымен жұмыс істеп отырамын. Енді қараңыздар, мына нәрсе бар. Интернет ол кабинет емес, ол интернет кез келген адам. Бұл жерде сол үшін бізде мысалы қанша адам қатыса алады, қанша адам іріктеле алады дейтін сұрақ болуы мүмкін ғой. Сол үшін мен былай айтамын. Бұл жерде мейлі 30 оқушы болсын, мейлі 100 оқушы болсын, маңызды емес. Соңында қалғандардың барлығымен де жұмыс істеймін. Олар қандай нәрселер болса, онда алдағы менің болатын курстарым, ақылы курстарым барлығын тегін қатысатын болады. Яғни болашақта мен жалпы өз ойым жоспарлап отқан алгоритм деген курсты жүргізсем ба деп жатырмын. Соған қатысуға жолдама алады. Кейін келе олармен тіке жұмыс істеп отырып, жалпы оларды осы информатика саласында әсіресе олимпиаданы жақсы меңгеріп, кейін мүмкін өзі де бір басқа саланы қамтып өтер. Енді жалпы мына жерде мен атап көрсеткен жоқпын. Негізгі осы өзімнің жеке бір рахмет, мен үшін рахметі бойынша осы бір кем дегенде 3 шәкіртті дайындап, соған бір үйрету. Қатысушылардан негізгі мен үшін рахметі сол яғни кем дегенде 3 шәкіртті дайындап, соларға түсіндіру. Міне осы онда егер қызықсаңыздар, онда сіздерден видеороликтер күтемін. Оны сіздер әзірленіп, онда аса бір маңыздылығы жоқ. Сіздер жалпы өзіңізді таныстырып өтсеңіздер болды. Сөз соңында қатысушылар тіркелу үшін мына форманы толтырсаңыз болады. Бұл форма осы видеоның төмен жағында сілтемеде тұрады. Бұл жерде егер қарап өтсеңіздер, аты жөні, туған күні, почтасы міндетті түрде мына жерге Gmail почта керек.
егер де мына Gmail почта жазылым алса, мысалы Mail.ru, мысалы пәленше Mail.ru деген сияқты жазылатын болса, бұл жерге сізге мынандай қате береді. Сол үшін міндетті түрде gmail.com және осы Gmail сіздің болу керек. Егер Gmail ашылмаса, онда тіркеліп алыңыздар. Облыс, аудан, қала, ауыл, жалпы мағлұмат үшін бұл жерде мектеп және сыныптарыңыз, сынып, тіпті мен 12 сыныпта қойып қойдым, мына жерде 6 мен 12 сынып арасында. Және мына жерге таныстыру видео ролигіңізді жүктейсіздер. Осы жерге жүктеу арқылы қай жерде тұр, қалай өзіңіз компьютерден жүктеп аласыздар ма. Осы жайында да мен қысқаша айтуды ұмытып кетіппін. Бұл сілтеме осы видеоның астында болады. Жақсы. Көріскенше сау болыңыздар. Күн жақсы.